Сәлем достар, сізде бірге мен Алдияр достар. Қалайсыңдар? Және де бүгін біз сендермен менің жұмысын обзормен жасайтын болғамыз. Короче, сыған жасайтын боламыз қазір. Достар, маған лайк басып, комментарий жазып, және де 500 подписчиктарын жеткізіңдер. Колокольчик басыңыздар достар, және де не тағы бір. Ал достар, менің 5 секундтан айтам, лайк бас, комментарий жазғаның үшін, және де подписаться. 1, 2, 3, 4, 5 достар. Лайк басыңдар ма, комментарий жазыңдар ма? Молодец достар. Ал достар, 1, 2, 3, фау! Қандай жұмысын обзор ма? Короче, достар, қараңдар, мына біздің даладамыз мынандай. Осы біздің үйімізде тұрамыз. Короче, біз анаяқтан үйімізде тұрамыз. Осы ал сабағының жерінде мынандай ана жақтан жақын, ана жақта. Короче, бүйтіп келе саламыз, зеленода кейін жақын. Ол, короче, соған көрсетіп болдым. Және де достар, бағасы неше теңгеге көретін болды достар. Ал достар, мынау бағасы 5000 теңге тұрады клавиатура. Мынау монитор бағасы 30.000 теңге тұрады. Короче, достар, мынау 30.000 теңге тұрады. А мынау біздің заттарымыз, біздің заттарымыз, короче, достар, мынау осы біздің заттарымыз, короче, мынандай ойын. Короче, достар, мынау мышка ол 3000 теңге тұрады. Ал мынау наушник 10.000 теңге тұрады. Біз Каспийдан төлеп жібердік қой. Біз, короче, бізде мынандай новый веб-камера 50.000 теңге тұрады. А мынау светтегі тоже 10.000 теңге тұрады. Ал процессордағы компьютердағы 200.000 теңге тұрады. 200.000. Короче, мынандай OBS-қа кіреміз. Короче, менде OBS. Де, короче. Оп, мені. Короче, достар, менде Samsung S25 менде. Біз 386.000 теңгеге төледік. Біз, короче, біз OBS-қа. Осы видео аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, и сау болыңдар.